Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli, qadırlı ağalarım, hürmetli tuğusqanдар, bavurlar, елдің азаматтары, біздің туып өскен ауылымыздың ағалары, баршаңызға келіп жатқан қонақтар бар. Алланың сәлемі, амандығы болсын. Аллаға шүкір, осындай күнге жеткізген, осындай біздерді бір калиманың астына жинап, Алланың қасиетті үйі мешітте жинап отырған. Біз соған көп-көп шүкір айтуымыз керек. Аллаға шүкір, бүгін ел болып, жамағат болып, ауыл ел жиналып, өзінің ынтымағын, ауыз біршілігін көрсетіп, ағайын туысқанды жинап, ұзақтан бауырымыз келіп жатыр, баламыз келіп жатыр деп қарсы алып жатқандарыңызға Алла разы болсын. Біз әрдайым осы ауылдың өскенін, осы ауылдан үлкен ғалымдардың, даналардың, үлкен азаматтардың шығуын тілеп отырамыз. Қашықта жүрсек те жүрегіміз сіздермен болады. Осы ауылды ойлап жүреміз. Мынау үлкен жастағы ағаларым ғой барлығы. Ауылға келгенде бізге бір ауыз сұхбаттасайық деп жиналып шақырып жатсыздар. Алла разы болсын. Дастархандарыңыз жақсылыққа жайылсын. Енді бұл дүние жалған дүние. Алла тағала бізді пенде қылып бұл дүниеге жіберді. Бізді жібергеннен кейін бізге әртүрлі сынақ береді. Жақсылық береді, жамандық береді. Әртүрлі тағдыр береді. Адам баласының бойында сондай бір дүние бар. Адамды адам қылып тұратын, адамды пенде қылып тұратын, бізді былайша айтқанда қалыбымызды ұстап тұратын, біздің о бастағы жаратылысымызды ұстап тұратын адам бойында бір дүние бар. Оны пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам жақсылап сипаттап кеткен. Естерінде болсын дейді Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам хадисінде, адам бойында бір бөлшек ет бар дейді, бір жұдырық ет бар дейді. Сол жұдырық ет жақсы болса, сол адам жақсы болады. Бірақ сол бір жұдырық ет жаман болса, адам баласы адамдық кейпінен шығады, бұзылады. Біліп қойыңдар, ол жүрек дейді. Бізді ұстап тұратын, бізді адам қылып тұратын ол біздің жүрегіміз. Бірақ бұл жүрек не істейді? Бұл жүректі араб тілінде қалбун дейді. Қалбун деген, мынау қалып деген араб тіліндегі түбірдегі бұның сөздің мағынасы бұл ауысып тұрады екен. Өзгеріп тұрады да, өзгеріске ұшырап тұрады. Бірде жақсы, бірде жаман, бірде жақсы, бірде жаман деген сияқты жүрек не істеп тұрады? Ойнап тұратын болғаннан кейін араб тілінде оны қалбун деп атаған да. Өйткені ол жүрек ойнап тұрады, өзгеріп тұрады. Өйткеніне бұл жүректе ішкі сырдың барлығы осы жерде жиналады. Сіздің сыртқы формаңыз маңызды емес. Сіздің ішкі жан дүниеңіз маңызды. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келесі хадисінде айтады: Инналлаха ла янзуру иля аджсамикум. Құдай тағала сендердің бет бейнелеріңе қарамайды дейді. Сен сарысың ба,
ақсың ба, ұзынсың ба, қысқасың ба, толықсың ба, арықсың ба, сенің бет бейнең Алла тағалаға маңызды емес. Вала янзуру иля амваликум. Сен байсың ба, кедейсің ба, қанша дүниең бар, ол да Құдай тағалаға маңызды емес. Ол дүние сен үшін. Ол Аллаға түк емес. Алланың құзырында дүние шыбынның қанатындай қадірі жоқ деген. Егер қадірі болса, кәпірге дүние бермес еді деген. Яғни ол сенің дүниеңе де, малыңа да Құдай тағала қарамайды. Валакин янзуру иля кулубикум. Бірақ Құдай тағала сендердің нелеріңе қарайды? Жүректеріңе қарайды. Ва а'маликум. Сол жүрегіңнен шыққан іс-әрекетің қандай? Соған қарайды. Демек, жүрек не істейді? Жүрек қараяды. Жүрек қайғы шегеді. Жүрек қызғаныш. Жүрек көралмаушылық. Жүрек айнып тұрады солай. Көрдіңіз бе? Бұл жүректі не істеу керек? Біз тазартып тұруымыз керек. Пайғамбарымыз солай айтады. Анау темір дейді. Істен шығып кетіп темір тұра берсе, темірді тот басады дейді. Сол секілді жүрек қарая дақ түсе, ол сол темірдің қарайғандай қарайып кетеді дейді. Ал енді жүректі не тазартады? Жүректі қалай тазартамыз? Жүректің кеселі болады. Имам Ғазали бір әдемі сөз айтады, риуаят қылып. Құдай тағала әрбір таңертең пендеге рахым самалын жібереді дейді. Соған дайын болыңдар дейді. Сонда ол рахым самалы не деп сұраған кезде, ол дейді, нәпсі тәрбиесімен жүректің кеселдерінен арылу дейді. Жүрек кесел болады. Жүрек ауырады. Біз анау тәндік тұрғыдан емдейміз ғой жүректі. Жүрек давление болып қалады, жүрек ауырып жатыр, жүрек соғуы аз болады, кем болады, не істейміз? Біз дәрігерге барамыз, жүрек тексертеміз. Ол тәндік тұрғыдан, бірақ жүректің негізі кеселі болады. Оның жүректің кеселдерінен тазарту керек. Сонда иншалла ол былай да ауру болмайды, былай да ауру болмайды. Енді немен тазартамыз жүректі? Жүректі ғалымдар айтқан, мынандай бір 7 нәрсені айтады. Біріншісі дейді, жүректі тазартатын жол бар дейді. Жүректің бірінші тазартатын жолы ол тәубе деген. Тәубе жасауымыз керек. Истиғфар жасауымыз керек. Тәубе етуіміз керек. Жүректе тәубе болмаса, жүрек бұзылады. Жүректі жөндейтін он тәубе. Тәубе дегеніміз не? Пайғамбарымыз саллаллаху айтады: "Күллу ибн Адам хатта." Әрбір адам баласы қателесуші. Ва хайру хаттаин ат-тауабин. Ең сол қателесушілердің ішіндегі ең жақсы адамы ол сол тәубесін мойындап Аллаға тәубе еткен пенде дейді. Тәубе етуіміз керек. Өткенім қалай болды? Келешегім қалай болады? Өткені Құдай тағала ол иннаху хуат-таувабур рахим. Алла тағала пендесіне тәубе есігін ашып қойған, өте тәубені қабыл етуші біздің шексіз мейірімді Алламыз бар. Бірде бір ғалым, ұстаз үстіп сұхбат жасап, шәкірттерге сабақ беріп отырған кезде, "Әлхамдулилля дегенім үшін 30 жылдан бері тәубе жасап келе жатырмын" депті. Сонда сұраған ғой шәкірттер, "Ұстаз, Әлхамдулилля дегенге адам тәубе ете ме?"
Сонда ұстаз айтқан екен, мен бұрын саудагер едім, саудамен айналысушы едім. Өзімнің тауарым бар еді, дүние мүлкім бар еді, алып сататын заттарым бар еді. Bir күні сол дүкендерге өрт түсті. Отқа боранды. Өрт түсті, өртенді. Сонда бір кісі келіп, сіздің дүкеніңізге өрт тимепті. Көршілеріңіздің дүкендерінің бәрі жанып кетіпті. Сіздікі жанбапты деген кезде Әлхамдулилля деп қойып едім, осыған 30 жылдан бері тәубе болып өкініп кеп жатырмын депті. Мына ертеректегі ғалымдар сондай болған. Тақуалар сондай болған. Ал bizше, қазір бізге ана жерде сенің жаңағы дүкенің ештен кетпепті, анаң өртеніп кетті десе, жақсы болған екен дейміз ғой біз. Сонда оның өкініші не болды? Оның тәубесі не болды? Ана мұсылман бауырының дүниесі өртеніп кетті. Қасындағы көрші мұсылманның дүкені өртеніп, тауары жанып кетті. Бұл соған байқаусыздан мен әлхамдулилля деп Алланың алдында күнәһар болып қалдым. Осыған Алла менің тәубемді қабыл етсе екен, соған уайымдап 30 жылдан бері тәубе етіп келем деген екен. Ал біздің өткен күніміз қандай? Өткен күнімізде не бар? Біз тәубе етуіміз керек. Өткені жүрек сондай ғой. Менікі емес, ананікі зиян шеге берсе, менікіне тимесе. Көрдіңіз бе? Бұл исламға жатпайды. Бұл тақуалыққа жатпайды. Біз керісінше дінімізде не айтады? Бірінші, өзгеге бер, өзіңді ойлама, өзгені ойла дейді. Сен өзгені ойлансаң, өзіңе не жақсы көресің? Соны өзгеге жақсы көрсең, сенің иманың кәміл болады дейді. Ал енді иманың кәміл болмайынша сен мұсылман болмайсың. Мұсылман болмайынша жәннатқа кірмейсің дейді. Яғни біз не істеуіміз керек? Біреуді ойлауымыз керек. Сонда ұстаздың айтқаны, сол 30 жылдан бері мен соған тәубе етіп келем деген екен. Бірде Мұса пайғамбардың қасына бір өзінің иман келтірген Мұса пайғамбардың қасына бір кісі келіп айтады: "Уа Мұса, сен Құдай тағалаға жалбарынып сұрашы. Алланың құзырында ең жаман адам кім екен? Соны Құдай тағала бізге көрсетсінші. Біз содан ұзақ жүрек. Анау пәленше деп көрсетсе, содан ұзақ жүрек." Содан Мұса пайғамбар Аллаға дұға жасайды. Аллаға дұға жасаған кезде пайғамбардың дұғасы қабыл. Айтады: "Ертең отырыңдар, сендердің алдарынан бір кісі өтеді. Сол менің құзырымдағы ең жаман адам" дейді. Сонымен екеуі тағатсызданып күтіп отырады. Сөйтсе шынымен де бір кісі өтеді. Сонымен бұл екеуі Алланың құзырындағы ең жаман адам кім екенін біліп алады, көріп алады. Сөйтеді де қасында кісі айтады: "Мұса пайғамбар, біз енді Алланың құзырында ең жаман адамның кім екенін білдік. Енді Құдай тағалаға жалынып сұрашы, Алланың құзырында ең жақсы адам кім екен дейді. Біз соған жақын жүрейікші дейді. Қасынан болайықшы дейді." Сонымен Мұса пайғамбар Құдай тағалаға дұға жасайды. Пайғамбардың дұғасы қабыл. Ертесіне қараса, тағатсызданып күтіп отырса, ертесіне тағы жаңағы кісі өтеді. Сонымен бұл екеуі аң-таң болады. Кеше ең жаман деген адам өтіп еді, енді бүгін Алланың құзырында ең жақсы адам деген адам өтті да.
Екеуі бір адам. Сонда Мұса пайғамбар, уа тағылам, уа Алла тағылам, бұл қалай болды? Бұл пәндаң кеше сенің құзырында ең жаман адам еді. Бүгін ең жақсы адам болып қалай бұл өзгерді? Сонда ол кісі кішкентай баласымен бірге теңіздің жағасына барады екен. Теңіздің жағасына барған кезде баласы сұрайды, әке, мынау не дейді? Балам, бұл теңіз ғой дейді. Бұдан үлкен не бар дейді. Теңізден үлкен мұхит бар да дейді. Әке, мұхиттан үлкен не бар дейді. Мұхиттан үлкен мынау жер шар бар дейді. Жер шар үлкен дейді. Сон баласы айтады, енді жер шардан да үлкен не бар әке деген кезде, балам, бұл жер шардан да үлкен мына сенің бейбақ әкеңнің күнәсі бар дейді. Сонда баласы сұрайды, әке, сенің күнәңнан үлкен не бар деген кезде, балам, менің күнәмнан үлкен әлемдердің Раббысы мейірімді Алла бар дейді. Менің күнәмді кешіретін, менің күнәмді кешетін шексіз мейірімді Алла бар дейді. Осы сөзге Құдай тағала разы болып, сол пендесін, жаман болып тұрған пендесін осы сөзіне, ертесіне сол Мұса пайғамбар көрген адам ең жақсы адам болып ауысқаны, ең жақсы адам болып өзгергені оның сол тәубесі екен. Сондықтан Алла кімді жақсы көреді? Инналлаха юхиббул мутатаххирин ва юхиббут тауабин. Юхиббул мутатаххирин ва тауабин. Алла тағала екі адамды жақсы көреді. Кім ол? Бойында екі қасиет болған адам. Біріншісі кім? Таза адамды дейді. Таза болған адам жақсы көреді. Оның тәні де таза, жаны да таза адам. Екінші, тәубе ету үшін жақсы көреді. Егер сіз тәубе етсеңіз, сіз тәубешіл болсаңыз, әр күні истиғфар айтып Алладан кешірім сұрасаңыз, онда сіз Құдай тағаланың құзырындағы ең жақсы адам боласыз. Өзі мынау адам дүниеде Аллаға жақсы болу керек, сосын адамдар жақсы көру керек қой. Не Алла жақсы көрмесе, не адамдар жақсы көрмесе, онда өзің ойлана беруің керексің да. Алла жақсы көру үшін адам тәубашыл болу керек. Истиғфары көп болу керек. Алладан кешірім сұрау керек. Алланы дәріптеу керек. Сонда Алла оны жақсы көреді. Алла оны жақсы көрсе, адамдарға да жақсы көрсетіп қояды өзі. Сондықтан біздің жүрегімізді кірден, қызғаншақтықтан, көре алмаушылықтан, бақылдықтан, хасаттан, жаман ойлаудан, жаман ниеттен барлығын тазалап тұрады не? Бірінші есігі ол тәубе екен. Сондықтан әрбір пенде не істеу керек? Астағфираллаху азим ва атубу илейк. Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Пайғамбар бола тұра, мен күніне кемінде 70 рет астағфираллаху азимді айтам деген. Пайғамбар бола тұра. Ол пайғамбар еді. Алла тағала пайғамбар саллаллаху өткенін, келешегін кешіріп қойған. Күнәсін кешіріп тастаған. Күнәсі жоқ пайғамбарымыздың. Сондықтан біздің жүрегімізді таза ұстау үшін, жүрегімізді кірден арылту үшін бірінші есігі біз әрқашан истиғфар, тәубе. Екінші есігі не? Екінші есігі жүректі таза ұстаудың екінші түрін айтқан ғалымдарымыз ол құлшылыққа берік болу. Дәретіңе берік болу. Намазыңа берік болу. Оразыңа берік болу. Алла тағала қасиетті Құр'анда айтты:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Мен адамзат баласын, жынды өзіме құлшылық етсін деп жараттым деген. Біздің мына жерге дүниеге келуіміз, бұл дүниеге бізді жіберуі, біз Құдай Тағаланы танып құлшылық жасау үшін келгенбіз. Біз сосын қайтадан қайтамыз. Біз қайтқан кезде Құдай Тағала сұрайды: не үшін келдің? Не үшін барып келдің ар жаққа? Құлшылық жасадың ба маған? Біз құлшылық үшін келгенбіз бұл дүниеге. Екінші мәселе бұл адам баласы құлшылыққа берік болу. Өткенде құлшылықтың өзі өте маңызды. Құлшылықты нәсіп болған адам жасайды. Мына жерге сіз келдіңіз ба, демек сізге нәсіп. Хазірет Алидің бір әдемі сөзі бар. Жаңа тәубеге қатысты сіз айтады. Хазірет Али айтады: кімге Құдай Тағала тәубе беріп қойса, оның бойына құлшылықты нәсіп қылып қойған болса, демек ол пендесін Құдай Тағала азаптан қорғаған екен де дейді. Хазірет Али айтады. Демек, сен құлшылыққа келуің, құлшылық жасауың, ол Алла Тағала сені нәсіп қылып қойды. Сені харамнан сақтап қойды. Саған соны нәсіп қылып қойды. Сен сол үшін құлшылық жасап жатсың. Енді сол құлшылыққа не істеу керек? Берік болу керек. Дәретті намаз үшін ғана алмау керек. Дәрет әрқашан дәретпен жүру керек адам. Біз дәретті намаз оқу үшін ғана аламыз. Дәрет құлшылық. Дәреттің өзі құлшылық ол. Өткен парыз ол. Намаз парыз, құлшылық. Ораза парыз, құлшылық. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Мына жамағатпен намаздарға, дәретімізге, оразамызға соны берік ұстануымыз керек. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір жаңағы Бани Узра деген тайпадан 3 кісі мұсылман болады да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келеді. Біз мұсылмандықты қабыл еттік. Біз мұсылман болдық. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келген екен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: мына 3 кісі мұсылман болды. Бұлар Аллаға иман келтірді. Бұлар сонау тайпадан келді. Бұларды енді қонақ қылатын кім бар? Осылай мешітте сахабалар отыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи кім қонақ қылады? Міне Құдай қонақ келіп тұр. Сонда Талха, сахаба Талха радиаллаху анху, Алла ол кісіге разы болсын, біз қонақ қылайық о Алланың елшісі дейді. Сөйтіп Талха әлгі 3 кісіні үйіне қонақ қылады. Сонымен Талханың үйінде қалады. Бірақ Расулла саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз бір шайқасқа дайындалып жатқан еді, әскер жасақтап жатқан еді ертесіне. Сонда әлгі 3 кісінің ішіндегі біреуі: мен сол пайғамбар әзірлеп жатқан әскердің қатарына қосылайын, мен пайғамбарымыздың жанында болайын деп ертесіне пайғамбарымыз жасақтап жатқан әскермен дін жолында шайқасқа кетеді де, сонымен ол шахид болады. Сонымен бірнеше күннен кейін тағы бір шайқасқа пайғамбар саллаллаху алейхи әскер жасақтап жатқан кезде әлгі 3 кісінің тағы біреуі: мен де сол Расулланың қасында болайын деп әскердің қатарына қосылады да, ол да шахид болып кетеді. Енді сосын біреуі қалады. Біреуі қалады, біраз күн жүреді, сөйтеді де күндердің күнде ауырады. Бірақ ол 1 жыл өмір сүреді. Бұлардың сахабалардың арасында 1 жыл өмір сүреді. Сөйтеді де 1 жыл өмір сүргеннен кейін барып дүние салады. Бірақ ол дүние салғанда төсек тартып, жаңағы өзінің орнында қайтыс болады. Сонымен Талха радиаллаху анху айтады: мен түс көрдім дейді бір күні. Сөйтіп түс көрдім. Түсімде қарасам, әлгі қонақ қылған 3 кісі жәннатта жүр екен дейді. Үшеуі жәннатта жүр екен, бірақ
Ең соңынан өзінің төсегінде қайтыс болған кісі әлгі екісіден бұрын алдыңғы сапта жүр екен да. Яғни ол жәннатта төрінде жүр да, былайша айтқанда. Сонымен Талха түс көреді да, түсінде көріп, соны таң қалады да, пайғамбарымыз саллаллаху барып айтады. О Алланың елшісі дейді. Әлгі былтырғы мынау 3 кісі бар еді, қонақ қылған дейді. Солар үшеуі мен түсіме кірді дейді. Сонымен олардың дейді, екеуі дейді, сенімен бірге Алла жолында шахид болды дейді. Алла жолында жан тәсілім қылды. Бірақ сол екеуі керіде жүрді, 1 жыл қалып өзінің төсегінде қайтқан кісі бұрын жүр дейді да, оның алдарында жүр. Ол көш бастап тұр дейді да, жәннатта. Мен осының мән мағынасын түсінбедім дейді. Негізі ана екеуі көш бастап бірінші тұру керек еді. Өйткені олар сенімен бірге Алла жолында шахид болды. Сонда пайғамбар саллаллаху айтады, оның несіне таң қаласың дейді. Ол екеуі қайтыс болғаннан кейін бұл қанша уақыт өмір сүрді дейді. Бұл 1 жыл өмір сүрді дейді. Міне дейді, бұл 1 жыл өмір сүрген кезде қанша рет намаз оқыды дейді. Қанша ораза ұстау нәсіп болды дейді. Қанша ол құлшылық жасау нәсіп болды. Ол несімен озды дейді. Құлшылығымен озды дейді. Құдай тағала оған 1 жыл өмір берді, ол 1 жылын қалай өткізді дейді. Құлшылықпен, намазымен, дәретімен, оразасымен. Құдай тағала оған, демек сізге Құдай тағала мүмкіншілік беріп тұрма? Демек бүгіннің сіз қадірін білуіңіз керек. Оның жәннатта көш бастап бара жатқан себебі ол 1 жылдың ішінде ана екеуі істей алмаған оразаны ұстады. Ол екеуі намаз оқи алмаған намазды оқыды. Ол құлшылығына берік болды дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз не істеуіміз керек? Құлшылыққа берік болуымыз керек. Бұл бүгініңіз сізге беріліп тұр, ертеңіңіздің берілетін, берілмейтін Құдай тағала шешеді. Сіз шеше алмайсыз. Сіз әшейін иншалла ертең анандай мынандай деп жоспар құрасыз. Жоспарыңыздың іске асуы ол Алланың құзырында. Демек адам баласын жүрегін таза қылып ұстап тұратын, жүрегін былғамай ұстап тұратын екінші түрі ол не екен? Құлшылыққа берік болуымыз керек. Намазымызға, оразамызға, дәретімізге, әрбір дүниемізге. Үшінші нәрсе бар, жүрегімізді таза ұстап тұратын. Білесіз ба ол не? Ол мынау Құдай тағаланы бізге берген Құранды көп оқу. Құранмен дос болу. Құранды жаттау. Құранды көп оқу. Құран оқыған сайын сіздің не істейді? Жүрегіңіз нұрланады. Құран оқыған сайын сіздің жүрегіңіз кірден өз тазарады. Ананың дүниесі асып бара жатыр, тасып бара жатыр деген кезде Құран оқыңызшы. Жайлап өзіңіз тәубеңізге келесіз. Шүкір, шүкір, шүкір деп. Өткен жүрек сондай ғой. Адам баласы сондай ғой. Мына құбылып тұрады жүрек бастайды. Сол бүйтіп қарап тұрады да, анау жайлап бір қымбаттау көлік алса, жайлап қаяқтан алыпты, қанша қапты деп, оған соны нәсіп қыпты, игілігіне мінсін дейсің. Ал жүрегің ауру болса, не істейсің? Өзіңді күйдіріп жанасың. Адам содан ауырады да, содан жүрегі ауырады, содан давлениесі көтеріледі, содан ауру табады. Тән тазалығы, тән ауруы соған барады да. Өйткені оның шынайы жүрегі Алла деп соқпаса, не болады? Дүние деп соқпаса, кетті да, соқса. Сондықтан Алла тағала бізге осы Құранды берді. Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иқраул Құран." Мына Құранды көп оқыңдар дейді. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ.
Onаны көп оқысаңыз Құранды, ертең қиямет күнінде сіздің шапағатшыңыз сізді арашалап тозақтан құтқаратын осы Құран. Сізді тозақтан арашалайтын, анау қараңғы көріңізді нұрландыратын осы Құраныңыз. Сондықтан не істеу керек? Адам күнінде аз болса да, жарты бет болса да, Құранды күнде оқып қою керек. Құранды тастамау керек. Құран оқымаса, ол жүрегі тот басады. Бітті. Тот басқан екен, проблемасы басталады. Ғалымдарымыз айтқан, оның үшінші түрі жүрек тазалайтын, ол Құран деген. Төртінші түрі бар жүректі тазалайтын, ол не білесіздер ма? Ол ізгілермен, жақсылармен дос болу деген. Әркім бұл дүниеде дос болады. Бір-біріне бауыр болады. Бірақ сіздің таңдайтын досыңыз өте маңызды. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құранда айтады. Әл-ахиллау яума идин бa'духум ли бa'дин адуун иллал муттақун. Ертең қиямет күні болған кезде осы дүниеде дос болып жүргендер, бір-біріне бауыр болып жүргендер, дос болып, қимас болып жүргендер, қиямет күнінде Құдай Тағаланың құзырына барғанда біріне бірі дұшпан болады деген. Тек қана егер осы дүниеде оның достығы Алла үшін болса, оның достығы иманға құрылса, оның достығы ақырет үшін болса, онда олар Алланың құзырында құтылады деген. Сондықтан сіздің бұл дүниедегі жүрегіңізді тазартатын, жүрегіңізді ұстап тұратын төртінші дүние ізгілермен бірге болу. Ізгілермен көп бірге жүру, ізгілердің қасында болу, жақсы адамдармен жолдас болу. Жақсы адамдармен жолдас болсаңыз, оның жақсылығы жұғады сізге. Расулла саллаллаху алейхи вассалам екі достың мысалын анау от қыздыратынға ұқсатқан, немесе миск сататын дүкеншіге ұқсатқан. Адам бір мынау дүкендерде әтір сатып жатқан кезде, бір миск сатып жатқан кезде, сол дүкенге кірсең, үстіңе бір әдемі иіс қалып қояды, бір жұғып. Ал бір от күйдіріп атқан жерге кірсең, түтін болып жатқан жерге кірсең, оның несі қалып қояды? Ысы. Түтіні, ысы сенің үстінде сасып шығасың. Пайғамбар саллаллаху сол екі дос жақсы адамның қасында болу солай мысал берген. Сондықтан жақсы адамның қасында жүрсең, сен жақсы ойлайсың. Ол жақсылыққа жетелейді. Лұқман Хаким баласына өсиет қылған кезде, ей балам, есіңде болсын, бұл өмірде қай жерде жүрсең де ізгілермен бірге бол. Алладан қорқатын пендемен бірге бол. Өйткені Құдай Тағала жауынды жоғарыдан жаудырған кезде жерден өнім шығарады. Құдай Тағала көктен жаңбырды жаудырғанда жерден өнім шығарады. Ал ізгі Алладан қорқатын пенделердің құзырында жүрсең, соның қасында жүрсең, олардың аузынан даналық шығады. Олардың аузынан хикмет сөз шығады. Балам, әрқашан солармен бірге бол деген. Сондықтан жақсымен жүрсеңіз, даналық пайда болады сізде. Жақсы сөз шығады аузыңыздан. Жақсы ой шығады сіздің қасыңыздан. Жақсы тәрбие шығады сіздің қасыңыздан. Сондықтан ғалымдарымыз айтқан, әрқашан Құдай Тағала да қасиетті Құранда айтады, бисмиллахир-рахманир-рахим, ва куну ма'ас-садиқин. Шыншылдармен бірге болыңдар деген. Шыншыл, өтірік айтпайтын, Құдайдан қорқатын, ізгі, тақуа құлдармен бірге болыңдар. Бұл төртінші түрі екен. Бесінші түрі не? Білесіздер ме? Бесінші түрі бұл жүректі тазалап, жүректі кірден тазарап тұратын бесінші түрі, адам аз ғана болса да, кішкентай болса да, садақа зекет беріп тұр. Ол зекет ол парыз.
Ол нисап мөлшеріне жеткен адамға намаз қалай парыз болса, зекет солай парыз. Бірақ садақа, инфақ, мынау жақсылық жасап тұру, Алла жолында напақа беріп тұру, бұл жүрек ісі. Жүректі тазалайтын іс осы. Бесінші түрі адам садақа беріп тұру, соған дағдылану керек. Кішкентай болса да балдарды үйрету керек соған. Сахабалар садақа тастайтын болса балдарының қолынан беріп жібереді екен кейбіреулері. Неге? Ана баланың бойына садақа беру қалыптассын. Анау үлкен бір дәулетті болып дүниеге жетіп барып берем дегенше дүниеден осып кетуіңіз мүмкін. Ал 1 теңге болса да Құдай жолында садақа беруді үйренсеңіз, ол садақа анау қараңғы көріңізді, ақыретіңізді жайлап, тамшы ана жаққа актив жинала береді өзі. Сол жаққа бонус, сол жаққа жинала береді өзі жайлап. Сол үшін не істеп тұру керек? Өйткені садақа берген кезде жүрек не істейді? Қызғаныштан тазарады. Садақаның не хикметі бар? Ол Құдай жолына кетеді. Пайғамбар саллаллаху айтқан, садақа пәле жаланы тоқтатады, басыңа төніп келе жатқан әртүрлі пәлені тоқтатып қояды. Оның жолдары көп. Оның ең үлкен жолы сен жүрегіңді қызғаныштан, жамандықтан, аурудан сақтайды. Садақа беріп жүрген адамның жүрегі таза болады. Өзгеге жамандық ойлай алмайды. Сондықтан соған дағдылану керек. 1 теңге болса да. Өйткені садақаның мөлшері болмайды. Садақаның мөлшері жоқ. Ана қажылықта жүрміз. 2007 жылы. Сонда анау Минаға барған кезде бір әңгіме болсын енді. Ұйқашар болсын сіздерге. Минаға барған кезде адасып кеттік. Мен қасымда Шәуілдірдің 5 ақсақалы, 2 апасы бар. Алматыдан тағы бір әже бар. Ошым 10 әже аталарды жинап алған мен. Жол бастаушы болып. Сол Минада былай жүрдік, шатыр көп. Ол уақытта 5 миллион, 6 миллион адам барады. Шатасып кеттік та, адасып қалдық ошым. Кешегі біздің Жаппар тағам ол рахат қой, миллион адам ол. Мына жағын бар, Мина бос тұр. Бос тұрмайтын Мина деген. Көшеге шықсаң ығы-жығы. Мына айналып жатқан жол. Sonra ақсақалдар бар, кемпір, үлкен әйелдер, апалар ғой, жаным ашып кетті. Былай жүрем, таппайым, былай жүрем, таппайым. Шаршап кетті. Түнгі сағат 11-12 болып қалды. Таппай жатырмыз. Шатырды таба алмай жатыр. Ақырында мотоциклдермен жүреді, бит көшеді. Сон біреуінің алына тұрып алдым бүйтіп. Бит тоқтатсам өтіп кетеді, бит тоқтатсам өтіп кетеді. Біреуінің алына тұрып алып келіп тоқтат, не болды деді. Арабша сөйлестім, айттым. Айналайын. Алла разылығы үшін. Мына ақсақалдар мен апаны қарашы, түрін қарашы. Аш, жаның ашсыншы маған. Не көмек деді. Шатырымыз тауып берші. Жақсы деді. Қай осындай 34-ші нөмірі болады. Екеуміз ана кісілерге кәз келем дедім. Мына қарай кеттік. Ай, Батыржан деп қап кеттік. Кәз дедім. Мына кеттік. Таппадық. Қайтып бұлай кетіп бар жатым. Аналар кәз келем деп ана отырып ағам. Белін қысып ұстап ағам. Ана апалар, ақсақалдар, бір Шәуілдірдің ақсақалдар үлкен 80 кеп қойғанды. Ай, балам, Батыржан деп қап кеттік. Кәз деп кетіп қалдым. Мына бардық, жоқ. Ақырында милицияға бардық. Сөйттік та үлкен карта тұр екен. Нөмір картамен біздің картаны таптық. Сон картаны таптық та, енді картаның жолын көрсету үшін ана кісі айтты. Менің жаңағы саған не істегенім, бүйтіп жол көрсетем, сосын өзің жетектеп апарасын деді. Енді қайтып бұлай 3-ші рет өтіп жатырмын. Ай, қазір келем деп. Аналар шаршады, 1 сағат болды. Тағы өтіп кеттім қасына.
Сөйтіп қысқасы жүріп барып, о, мосттың көпірдің үстінен тауып, соны артынан бит келдік. Сөйтіп келген екен, рахмет дедім ана кісіге, Алла разы болсын дедім. Ақсақалдар бәріміз жиналдық та, бір 10 реалдан берейік дедім. Мынаның еңбегі бар. Бір 70-80 реал, 100 реал берейік маған. Бәріміз жинайық 10 реалдан. Деп, неғып едім, анау айтты, тоқта деді маған. Ана бір жақсы кісі екен. Тоқта деді. Мен бір өтінішім бар деді. Не өтініш дедім. Сөйткенім, сен Қазақстаннан келдің ғой, сөйлесіп тұрмыз ғой жаңа, Қазақстаннан келдің. Мен бір өтінішім деді. Қалтасына қолын салды да, бір азған ақша енді. Біздің теңгемен 2400 теңге дей ма, сонда 2300-2400 теңге. Сол қалтасынан шығарды да, бар ақшам осы деді. Құдай үшін саған берем. Еліңе барғанда бір мұқтаж мұсылман отбасына мен атынан бересің бе деді. Бірақ мынауым деді, түкке жарымайтын ақша енді, мен барым осы еді деді. Сосын мен қарап тұрдым да, сен жүрегіңнен шығарып бердің ғой дедім. Сен кішкентай берсең де Құдай тағала оны 10 есе қылып қояды деп ем, анау жылап жіберді да. Құшақтап мені жылап жатыр. Ана сөзіме ше, сен жүрекпен бердің. Сен үлкен кішісіне қарама дедім. Сен кішкентай берсең де, Алла үшін берсең, ол сені оттан қорғайды. Сөйтіп, қай жердіксің өз дедім. Сөйтсем мен Таифтықпын ғой дейді. Дедім. Сен пайғамбар саллаллаху дұғасы екесің да дедім. Таифтықтарға дұға жасаған ғой, қажылыққа келгенде қызмет қылсын деп. Дұға жасап кеткен ғой. Сен пайғамбардың дұғасы екесің ғой дедім да. Сөйтіп екеуміз жаңа құшақтасып дос болдық. Сол айтайын дегенім, сонда мен ақсақалдар айтып жатыр. Мә көрдіңіздер ме? Мына балада ынсап бар екен. Бізде болса, сәл анау праздник күндері такси 2000 теңге болады да 3000 теңгеге көтеріп жібереді бағасын. Мыналар сезон кезінде көтеріп жібермей, бұл бізге садақа беріп жатыр. Анау еліңе барып, мұқтажға бер деп жатыр деп едім. Ана кісілер деп қалды да. Міне, мұсылман осындай болады. Үлкен кішісіне қарамайды, Алланың разылығын қалайды. Мен бұл жерде мысалғы айтайын дегенім, ол кісінің жүрегінен шықты да, кішкентай ақша шықты да, дүние шықты. Бірақ ол Алланың разылығын қалап берді. Көрдіңіз, сіз сондай болуымыз керек біз. Ол қарамаңыз, аз ба, көп ба. Сіз Алла үшін беріңіз. 100 теңге бересіз бе, 1 теңге бересіз бе. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям отырады да, 1000 динарды 1 динар озды дейді. Сосын сахабалар таңғалады, я Расулалла, 1000 динарды 1 динар қалай озады? Соны пайғамбар түсіндіріп береді. Мұғжизасы ол пайғамбар айтады да, бір кісінің 1000 динары бар еді, содан 1 динар садақа берді дейді. Біреудің 2 динары бар еді, одан 1 динар садақа берді дейді. Көрдіңіз бе? Анау ниет қып берді, оның 2 теңгесі бар еді, 1 теңгесін берді. Ананың 1000 теңгесі бар еді, содан 1 теңге зорға берді. Алла жүректің тазалығы, шынайылығы неден басталады? Сен садақа беріп үйренсең, сонда сен не істейсің? Қызғаншақтықтан алыс боласың. Жүрек дертінен арыласың. Ауруынан арыласың. Бұл 5-ші түрі. Бұл жүрек не істеуіміз керек? Тазалау үшін садақа беріп тұруымыз керек. Ғалымдарымыз 6-ші түрін айтқан. 6-ші түрі жүректі тазалайтын. Ол Алланы зікір ету деген да. Зікір ету деген не? Тәсбихаттар айту. Алланы дәріптеу. Алла тағала пендесі, Алла тағаланы дәріптеген кезде Алла сол пендесін жақсы көреді. Алла жақсы көретін сөздер бар. Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям бізге соны үйретіп қойған. Кімде-кім таңертең Субханаллахил азим, Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахил азим 100 рет айтса, осы сөзді Құдай тағала бұл тәсбихатты
Құдай тағала жақсы көреді. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Осыны кім 100 мәрте айтатын болса, Құдай тағала сол пендесін жақсы көреді деген. Ла илаха иллаллах. Субханаллахи, алхамдулиллахи, Аллаху акбар, астағфираллахил азим. Аллахумма салли аля сеййидина Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Bu tasbihattар, зікірлер бұл жүректі тазалап тұрады. Отырып, көлікте отырсаңыз да, бір жаққа кетіп бар жатсаңыз да, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Несі керек? Тіл Алланы дәріптей беру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға айтады: сендерге сондай бір сөз үйретейін ба дейді. Ол тіліңе өте жеңіл, бірақ біліп қойыңдар, ақыретте сенің есебің тартылатын күнінде күнәң ауыр басама, сауабың ауыр басама деп таразы басын жеңілдететін. Сол күні сен қиналған кезде таразы басын жеңілдетіп, сені жәннатқа жетелейтін ұлық сөз бар. Олар таразы басын толтырады. Біліп қойыңдар, олар субханаллахи, алхамдулиллахи, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах деген сөздерді үйреткен. Сондықтан иншалла біз не істеуіміз керек? Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Таңертең тұрдыңыз намаздан кейін, бесін оқыдыңыз намаздан кейін, былай жүрсіз. Тіл Алланы дәріптей беру керек. Субханаллах, субханаллах. Бұл жеңіл ғой. Біреудің шешесінен боқтағанша, сен хақың бар, сен тәтем баласың деп біз боқтайды, одан да сен субханалла де, субханалла, субханалла де, ол да астағфиралла десін, әдем болады. Сол тілді не істеу керек? Алланы зікір ету. Өйткені Алла тағала Құранда бізге айтады: таңертең кешке Алланы дәріптеңдер деп. Біз Алланы дәріптеуіміз керек. Бұл не? Бұл 6-шы жол екен. Жүректі таза ұстайтын 7-ші жолы бар. Ол не білесіздер ме? Ол мұсылманның қорғаны, ол дұғасы деген. Адам дұғада болу керек. Дұғада жүрсең, жүрегің мейірімге толады өз. Дұға жасай берсең бар ғой, жүрегің мейірімді болады. Біздің жүрегімізді жұмсартатын сол 7-ші жолымыз, сол дұғамыз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп дұға жасаған білесіздер ме? Я муқаллибал қулуб, сәббит қалби аля динк. Жүректерді оңалтушы, жүректерді түзеп тұрушы, бұрып тұрушы. Менің жүрегімді өзіңнің дініңе берік қылшы деп дұға жасаған. Және не деген? Я мусаррифал қулуб, сарриф қалби аля таатик. Жүректерді жөндеп тұрушы, менің жүрегімді өзіңнің тағатыңа, өзіңнің мойынсынуыңа, өзіңнің жолыңда соны берік қылшы деген. Көрдіңіз бе? Сол үшін не істеу керек? Біз дұға жасап тұруымыз керек. Дұға бұл мұсылманның қорғаны. Мұсылманды қорғап тұратын, оның қаруы болатын не? Оның дұғасы. Сондықтан иншалла біз дұға жасасақ, жүрегіміз жұмсарады. Біреуге дұға жасасаң, қандай рахаттану керек? Яғни, Алла тағала осы пәленшеге ұзақ ғұмыр бер, оған жақсылық бер, оған өзіңнің тура жолыңды көрсет, оны өзіңнің ізгілеріңнен қыл десең, сен оған арнайсың ғой, жүрегің жұмсарады. Және өзіңе дұға сұрайсың. Сондықтан иншалла бұл адам баласын
ертең Алла Тағала қасиетті Құр'анда айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яума ла янфау малун вала банун илля ман аталлаха биқалбин салим. Ертең Алла Тағаланың құзырына барған кезде сенің дүние мүлкің де, бала шағаң да саған пайда бермейді. Тек қана таза жүрекпен келсең, сол Құдай Тағаланың құзырында пайда береді деген. Таза жүрекпен бару керек. Таза жүрек. Жүректі тазалау керек. Осындай аурудан тазалау керек. Кекшілдіктен, қызғаншақтықтан, көре алмаушылықтан соны тазартып тұру керек. Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисмен аяқтайын. Пайғамбарымызға таза жүрек дегеніміз қандай жүрек? Пайғамбар деп пайғамбарымыздан сұраған кезде Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: ол кек сақтамайтын жүрек деген. Ол кең жүрек деген. Біреуге кек сақтамау, біреуге қызғаныш сақтамау, біреуді көре алмау, осылардың барлығынан арылсақ, жүрегіміз таза болады. Таза жүрекпен барсақ, ақыретте оның пайдасын көреміз. Әйтпесе, мынау дүниенің ешқайсысы ол жаққа пайда бермейді деген. Ол жаққа пайда беретін қалбин салим. Қалбин салим деген ол таза жүрек деген. Иншалла, таза жүрекпен баруды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Жүректерімізді тот басудан сақтасын. Жүректерімізге Алла Тағала өзін зікір ететін, өзіне шүкір ететін біздерге сондай таза жүрек берсін. Амин. Алхамдулилlah, вассалату вассалам аля расулилlah ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма раббана ла тузигh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahu akbar.